Бүгінде домбыра шертуді Балқаш қаласының тұрғыны Жақсылық Надырбековтың ойлап тапқан электронды бағдарламасы арқылы да меңгеруге болады. Домбыра софт деп аталатын тың идеяның қаншалықты ыңғайлы екендігін автордың өзінен білдік. Үйреуді сабақты үйренген үйде орашқылық қалады, үйде осы ешкімнің көмек көргенсіздер көрсетемейді деген сияқты. Сонда жаңа программаны қосыпты и сабақты үйренгенін есіне түсіре алады. Сондай болмаса нота білмейтіндер нота жазалады, бағдарлама арқылы. Нота қай тілінде қандай нота орналасатынын соны да білуге болады. Несі көп функциясы бар, енді бастапқы кезге домбырақтаққа енді біраз несі пайдасы бар деп ойлаймын. Автордың айтуынша, бүгінгі таңда қазақтың қара домбырасын шертуді домбыра софттың көмегімен үйренген оқушылар көп. Әрине бұл бағдарламада шектіліктер жоқ емес. Оның бәрін алдағы уақытта дұрыстап, бағдарламаны ары қарай дамытуға болады. Алайда бұған біраз қаражат қажет болады. Әрине бұл бағдарламамен домбыра үйренуге болады. Алайда бұл аспаптың құлағында ойнау үшін таудай талап пен табандылық қажет. Ал біздің басқа кәсіби музыканттардың бағдарламаға берер бағасы қандай? Оны білу үшін біз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияға бағыт алдық. Домбыра софт электронды бағдарламасымен мұндағы ұстаздар таныс болмай шықты. Алайда есте салысымен қызығушылық танытып пікірлерін білдірді. Бұл енді бағдарлама жаман емес шығар, бұл да жаңағы жоғарыда айтып өткеніміздей бір инновацияның бір түрі, жоққа шығаруымызға болмайды. Бұл да домбыра, сол жасаған, бағдарлама жасаған адамның домбыраға деген жанашырлығы, ұлттық музыкаға деген жанашырлығы деп қарауымыз керек. Бірақ үйреніп кету қиын. Мен бір көргеннен айтқан өзімнің ойым, енді мүмкін ар жағын тағы да қарап көру керек пе еді. Жәке, өте жақсы. Қазақтың қара домбырасына жанашырлар көбейе берсін. Сізге өте ризамын. Жарайсыз. Болашақта домбыра үйірмесіне қатысатын болсам, бағдарламаңызды міндетті түрде жүктеп аламын. Еңбегіңіз үшін рахмет. Жақсылық аға, өте жақсы жұмыс. Қазақтың әрбір баласы домбыра шертуді білу керек. Бәрінің ұстаз көмегіне жүгінуге мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан бағдарламаңыздың маңызы зор деп ойлаймын. Ісіңіз өрге жазсын.